отложим асфальт, нахуй. Заебись, нахуй. В лужу, блядь. Хача-халямбе, нахуй. Петропавлда шалшықтың үстінен асфальт төсегенде жұрттың мазағына айналды. Әлеуметтік желіде тараған бейне жазбада арнайы қызмет мамандары жаңбырлы күнге қарамастан бір жерге жиналып тұрған судың үстінен тас жол төсеген. Как укладывали, что? По воде? Жауын құйып тұрғанда асфальт төсеп жатқандарын мен өз көзіммен көрдім. Біз білмейтін жаңаша асфальт төсеу әдісі шығар деп қана болжай аламын. Жаңбырлы күндегі жөндеу жұмыстары Әуезов көшесіндегі тұрғын үйлердің бірінің маңында жүргізілген. Тұрғындардың сөзінше жаз бойы жергілікті әкімдіктен сол жолдағы шұңқырларды жамап беруін сұраған. Бірақ жаз бойы жөндеу жүргізбей, күн суытқанда іске кіріскендерін жұрт түсінер емес. Айтуларынша атқарылған жұмыстардың сапасы көңілдерінен шықпайды. Ал бұл жолдарды мердігер компания қалалық әкімдіктің тапсырысы бойынша жасаған болып шықты. Ақжағалылар ол жердегі жұмыстар алдағы жылы қайта жөндеп жасалады дейді. Кәсіпорынымен асфальт салу жұмыстарында асфальтты суға салынған. Осы салынған жұмыстарға біз ақша төлеген жоқпыз. Салынған асфальттың көлемін алған жоқпыз. Есептеген жоқпыз.